Сәлеметсің бе озат оқушым, бүгін бізде 8-ші сабақ дауысты және дауыссыз дыбыстар жайлы тақырыпты жалғастыратын боламыз. Бірінші жаттығу, мәтінді түсініп оқы. Қыс мезгілі. Қыс жыл мезгілдерінің бірі. Қыста тамшылар ғажайып күйге енеді. Әдемі қар қиыршығына айналады. Олардың әр қайсысы әртүрлі, бір-біріне мүлде ұқсамайды. Пішіндері ерекше. Дүниетану анықтамалығынан алынған қыс мезгілі жайлы тамаша мәтін екен, иә? Қыс мезгілінің өзгешелігі неде екен? Қалай ойлайсың? Яғни қар, иә? Қыс мезгілінің ерекшелігі қарда екен. Айналаның барлығы әппақ мамықтай болып қар болып жатады екен, иә? Сол қар қиыршықтары бір-біріне ұқсайды ма? Мына мәтінде айтылған, иә, олардың әр қайсы әртүрлі, бір-біріне мүлде ұқсамайды дейді. Пішіндері де ерекше дейді. Оны өзің қарды қарап, бір-бірімен салыстырып көрсең болады қар қиыршықтарын. Олар сондай ерекше, әдемі және бір-біріне мүлде ұқсамайды. Және де біз өзіміз байқасақ, иә, қыс мезгілінде далаға шығып, әрбір қар қиыршықтары жылтырап күннің көзіне әппақ боп әдемі болып жатады, иә? Бұл табиғаттың бір ерекше тамашалығы екен, иә? Сондай табиғаттың әдемілігін біз қыс мезгілінде де байқап көре алады екенбіз қар арқылы, иә? Озат оқушым. Мінеки біз қыс мезгілі деген мәтінді оқып, қар қиыршықтарының тамашалығы, әдемілігі, бір-біріне мүлде ұқсамайтындығы жайлы анықтап біліп алдық, иә? Келесі бізде екінші жаттығу. Сурет бойынша мәтін құра дейді. Мәтін құрау үшін біз ең алдымен суретте кімдер, нелер бейнеленген, соларға назар аударып көрейік, иә? Суретте бір қыз бала және ұл бала екен. Айналаның барлығы әппақ мамық қар, иә? Яғни қыс мезгілі екен. Және де шырша, құстар, тиын көрсетілген. Енді осы суреттегі бейнеленген нәрселер бойынша мәтін құрап көрейік. Ұл балаға қандай ат береміз? Яғни Сырым деп алайық, қыз баланы Айша деп алайық. Сырым мен Айша далаға шықты. Екеуі шыршаның жанындағы құстарды және тиынды көрді. Оларға қамқорлық жасағылары келді. Құстарға Айша жем берді. Оларға жем беру үшін ағашқа жем беретін ыдысты іліп қойды. Құстар Айшаның жанына келіп, жем жеп тамақтанды, иә? Ал Сырым болса, тиынды ұстап алды. Тиын Сырымнан қорықпай, Сырымның қолында отырды. Ол Сырымға қатты ұнады. Айша мен Сырым даладағы табиғат кереметтерін көріп, екеуі қуанып қалды. Олар табиғаттағы құстарға және тиынға қамқорлық көрсетті. Осындай немесе өз ойың бойынша тағы басқа мәтін құрап айтып көрсең болады, иә, сурет бойынша. Келесі бізде үшінші жаттығу, өлеңді көшіріп жаз. Күзде шөбі жұтаған қыр көмілді ақ қарға, майыстырып бұтағын, ақ тон киді бақтар да деген өлең берілген екен, қыс мезгілі жайлы. Осы жердегі дауысты дыбыстардың астын сызып қой. Өлеңді дәптеріңе көркем түрде қатесіз асықпай көшіріп жазып алды. Дауысты дыбыстары қайсы болады? Солардың астын сызып қоя қоя. Бізде мына күзде деген алатын болсақ, ол жердегі дауысты дыбыстар ү және е дыбыстары екен, иә? Дәл солай келесі де сөздердің ішінен дауысты дыбыстарды тауып, солардың астын сызып қоя қоя, озат оқушым. Біздің бүгінгі 8-ші сабағымыз осымен аяқталды. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпа. Келесі сабаққа дейін сау бола ғой, озат оқушым.